Барлық әлем көрермендерге сәлем достар. Біз сендерге бүгін күнделікті өмірде кездесетін өрмекшілерді айтатын боламын. Ал сіздер осы арнаға тіркеліп лайк басыңыздар. Ал біздер кеттік. Мен қазір сіздерге біреу ғана өрмекші айтатын боламын. Оның аты Пулкус. Пулкус бұл өрмекші көбінесе үйлерде кездеседі. Өздеріңіз көретін шығарсыздар, аяқтары ұзын, ал денесі кішкентай. Қазақша оны көбінесе ұзын аяқ өрмекші, үй өрмекшісі деп айтады. Бұл өрмекшінің ғылыми атауы Pulcus phalangiodes. Ал ағылшынша атауы Daddy Long Legs Spider, немесе Kevlar Spider деп айтылады. Оның дене өлшемі 7 немесе 10 мм болады. Аяқтар өте ұзын және жіп-жіңішке. Түсі ашық немесе сұр немесе сарғыш болады. Кейде тіпті қара дақтары да болады. Мекен ету жерлері. Олар көбінесе үйлердің бұрыштарында және жертөледе, қоймаларда, төбелерде жиі кездеседі. Олар дейтін ылғалды жерлерді көп ұнатады. Мінез құлқы. Адамдарға қауіпсіз тістемейді және улы адамға әсер етпейді. Оның қорегі маса, шыбын, құмырсқа, тағы да басқа ұсақ жәндіктер. Қызық. Ал енді үй өрмекшісінің қызықты фактеріне оралайық. Бұл миф. Пулкус ең улы мықты өрмекші деп айтатын, бірақ оның тістеуі теріге өтпейді деп айтатын. Бірақ бұл ғылымдардың айтуы бойынша жалған екенін айтқан. Сосын екінші несі, бұл өрмекші басқа өрмекшілерге де кіріп жеп қояды екен. Үшінші, егер үлкен адамдар немесе басқа жануарлар оған жақындаса, өрмекші дірілдеп кетеді. Сол арқылы өз жыртқыштарын адастырып жібереді. Бұл қорғаныс механизмі. Енді қысқасы, бұл өрмекші қауіпті емес, адам үшін мүлде қауіпті емес. Егер ол үйіңізде болса, маса, шыбын, тағы да басқа құмырсқа, зиянкестерді жойып, үйіңізді тазартып отырады. Бұл зиянкестерді жойып, пайдалы қызмет атқаратын өрмекшілер. Ал енді көрермендер, мен видеом аяқталды. Ақпарат пайдалы болса, мен арнама тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Нөрс, кездескенше.